бүкіл Қазақстанда қанша мың миллион адам бар, бәрі таңертең тұрғанда витаминді ішу керек. И профессор Калинченко айтады, сен витаминді ішпей үйден шығуға болмайды. Вот это жизненно важный витамин D. И еще, айхербті сіздер бүйтіп айтасыздар. Қазір айхербтен бір бала салам. Мынандай капсулада. Мынау қымбат сіздікі. Босқа ақша кетіресіз. Потому что ол витаминді майда еритін болғандықтан, оған таңертең нанға май жағып тамақ ішу керек, а еще дұрыс өт бөліну керек, ана май сіңу керек, и сосын бар витаминді сіңеді. Еще если сіздің ішегіңізде бардак, запор шыққата береді, то витаминдіңіз сіңбейді. Сосын ішеді, бір уақыттан кейін келеді, витаминді қалай 20 болып, например, 30-ға көтеріледі. Кем дегенде витаминді қанша болу керек? 50. И еще, мен былай айтамын. Ну давайте қазір біреуді таңдаймын мен. Апай, қолыңызда денсаулық гаджет бар. Нешедесіз? 68-де. Вот 68 лет. Посмотрите, как светится лицо. Да? Апай, витаминді ішесіз, да? Анализін тапсырдым, өте жақсы. Нормально, бәрі жаман. Д менде уже 75. Витамин D 75. Ту. Вот. Міне. Біздің апаларымыз, апайларымыз, әжелеріміз осылай жүрген, қолында бөтелкесі бар. Еще ана подружкасын сұрап, сен витаминдан қандай? Өсек айтпаймыз. Витаминдан қандай? Сен омега ішесің ба? Сен денсаулық гаджеттен ішесің ба? Вот, сіздер жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас. Мен деп айта бергеннен сіздер міне апай өзінің әулетінде қоршаған ортасында не істеу керек? Сұраңыз, неше витаминдің, неше